2018 жылы мынадай оқиға болды. Қызылорда облысындағы мектеп психологтарына бала тәрбиесіндегі экзистенция анализі деген лекция өттім. Жиын соңында мектеп директоры оңаша айтар сөзім бар деп кабинетіне шақырып алды. Неден бастасам екен, жалғыз ұлым бар еді деп әңгімесін бастай алмай қыпылықтап тұр. Айта беріңіз, қысылмаңыз. Балам Алматыдағы IT университетіне түскен еді. Өте жақсы оқу орны, сабақтың бәрі ағылшынша өтеді. Қарындасым сонда оқиды, дедім, әңгімені өрбіту үшін. Биыл оқуын бітірді, бірақ Қызылордаға қайтқысы келмейді. Онда тұрған не бар? Мәселе онда емес. Алматыда қалса, қала берсін, қарсылығым жоқ. Биыл бакалаврды бітірді, магистратурасын Америкада оқымақшы. Интернетпен емтихан тапсырып, оқуға түсіп алыпты. Жақында кетеді. Өз күшімен түсті ме? Әрине, ол жағынан балам білімді. Интеллектісі күшті, потенциалы мықты. Шет тіліне, математикаға, информатикаға жүйрік. Бәрекелді, ел көреді, жер көреді, таным көк жиегі кеңейеді. Батыстың да білімін көріп қайтқаны жақсы емес пе? Дұрыс, барсын, оқысын, тоқысын, оған қарсы емеспін. Уайымым басқада. Енді ашылып айта беріңіз. Балам үйге айына, жылына бір келеді. Ауылда той томалақ, өлім жітім бар дегендей. Қаза болса, көңіл білдіріп, қуаныш болса, құтты болсын айтып, ағайын туыстарды аралаймыз. Міне сондай кезде бір өліп, бір тірілемін. Неге? Мінезі өзгеріп кетті. Өлім жітімде баламның қылығына ұялып, тіпті кірерге тесік таппай, жер боламын. Мына жақта туған туыс жоқтау айтып, аза тұтып жатады. Ал менің баламның ешкіммен шаруасы жоқ. Басында капюшон, құлағында наушник, екі қолы қалтада, сағызын шайнаңдап тұрғаны. Қайғыға ортақтасу, қуанышты бөлісу деген атымен жоқ. Ақымақ дейін десең ақымақ емес. Мектепті де, университетті де қызылға бітірді. Бірақ қылығы анау. Кәдімгі меңіреу компьютер сияқты. Дүниенің білімін жинап алған. Бірақ адам сиқы жоқ. Мен ғой білдей бір мектептің директорымын. Ауданның құрметті азаматымын. Сөйте тұра, ел жұрттың алдында баламның қылығына ұялып жерге қараймын. Кейде ойлаймын, деді де көңілі босап кетті. Тамағына өксік тығылып, жұтқыншағын қинала жұтты да. Бір күні біз де қартайып, бойымыздан күш қуат кетеді. Біреудің қамқорлығы мен күтіміне зәру боп қаламыз. Сол кезде кімнің қолына барып тұрамын? Мына бала өліп бара жатсам да, аузыма су тамызбас. Қайратым сарқылғанда, қарттар үйіне өткізіп жібереме деп қорқам, деді. Директор апайдың екі көзі жасқа толып, сөмкесінен бет орамалын алды да, бетін басып жылай берді. Мен жұбатуға тырыспадым, себебі бұл жерде біз ескермейтін бір нәрсе бар еді. Әлгі директор ханымның тұйыққа тірелген проблемасын күллі адамзатқа ортақ проблема десек те болады. Оны ата-аналардың бізге жазған хаттарынан да байқаймыз. Күн сайын оқиғасы бір-біріне ұқсас ондаған хат келіп түседі. Бала тәрбиесінде тығырыққа тірелген ата-ана енді қайтем деп зар жылайды. Балам оқысын, тоқсын, өнерлі, білімді болсын деп апармаған жерім жоқ. Арнайы мектептерде оқыды, түрлі үйірмеге қатысты, қымбат болса да жеке репетитор жалдадым. Соңғы ақшама кітап алдым. Аудандық, республикалық олимпиадаларға сүйредім. Заман талабы деп 7 жасынан ағылшынша оқыттым. Математика мен физикаға бердім. Қысқасы, барлық күш қуатымды, ақшамды, уақытымды сарқып жұмсадым. Енді адам болады деп жүргендегі баламның түрі мынау. Қарапайым нәрсені қақпайды. Ештеңеге қызықпайды. Ештеңеге икемі жоқ. Аңдығаны сотка. Қолы босай қалса, компьютер ойнайды. Сонда менің берген білімім, оқыған ғылымы қайда? Неге сонша санасыз боп қалды? Еңбегімнің бәрі құмға сіңген судай еш кеткені ме
деп уайымдаймын деп ашына ақтарылады. Енді осы мәселені талдайық. Экзистенция анализінде құндылық пен құрал деген түсінік бар. Мысалы, математика, физика, химия, шет тілі сияқты пән атаулының бәрі құралға жатады. Ал ата-анасын сағыну, біреудің қайғысына ортақтасу, көңіл айту, біреудің қуанышын бөлісу, жауапкершілік арқалау сияқты дүниелерді құндылыққа жатқызады. Яғни, ар-ұят, махаббат, уәдеде тұру, еркіндік, жауапкершілік, кешірім, тәубе сияқты адами қасиеттері экзистенциялық қабаттан шығады. Құрал адамның интеллектісін дамытады. Құндылық экзистенциясына жауап береді. Сонда құралға мектеп жауапты, құндылыққа ата-ана жауапты. Баланың кеудесін құндылыққа толтырумен ата-ана айналысуы тиіс. Балаға құндылық бермесең, өсе келе санда бар, сапада жоқ, қуыс кеуде типке айналады. Сейілбек Мырзабай, отбасы хрестоматиясы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.